Сәлем достар, сіздермен Еркетай арнасы. Арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Қазақ арнасының дамуына қолдау білдіріңіздер. Баяғыда бір хан түс көріп, түсінде аузындағы тістері түгелдей түсіп қалады. Ерте тұрып, түс жорушыны шақыртып, түсінің мазмұнын айтады. Сонда түс жорушы: хан ием, сіздің жақын ағайын туысқандарыңыздың бәрі өліп, сізден басқа ешкімде қалмайды екен, депті. Сонда хан: менің бетіме қайғы толы, қаралы сөз айтуыңа жол болсын. Егер менің барлық ағайын туғаным қырылып қалса, мен қайтып күнімді өткізбекпін, деп түс жорушының жонына 100 зіре соғуға бұйырады. Түс жорушының өзге біреуін шақыртып алып, көрген түсінің мазмұнын айтып, түсімді жорып бер дейді. Екінші түс жорушы: хан ием, барлық ағайын туысқандарыңыздан сіздің өмір жасыңыз ұзақ болады екен, дейді. Сонда хан: жалпы екеуің де жоруларың бір жерден шықты. Бірақ алғашқы жору мен соңғы жорудың farқы аспан мен жердей, деп кейінгі түс жорушыға 100 ділді беруді бұйырады. Сөзді адамға жеткізе білу де үлкен өнер. Видеоларымызды өткізіп алмау үшін арнаға тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.